Киелі кітап ол адамзат тарихындағы ең әсерлі кітаптардың бірі. Киелі кітап біздің не үшін өмір сүретініміз туралы маңызды сұрақтарды тереңдеп зерттейді. Киелі кітап көптеген адамдарды таң қалдыратын істер істеуге шабыттандырған. Ал көптеген басқаларды шатастырған. Сірә, сенің үйіңнің бір жерінде киелі кітаптың бір данасы бар болар. Сонымен, киелі кітап шын мәнінде қандай кітап? Киелі кітап ежелгі Израиль халқының тарихында киелі рухтың жетелеуімен пайда болған жазбалар жинағы. Бір жағынан алғанда, Израиль кез келген басқа ежелгі өркениетті елге ұқсады. Бірақ халық арасында Құдайдың пайғамбары деп аталған адамдардың ұзақ тізбегі болды. Олар Израильдің тарихын ерекше деп санады. Пайғамбарлар Израильдің тарихына Құдайдың бүкіл адамзат үшін істеп жатқан ісінің басты бөлігі ретінде қарады. Оның үстіне бұл пайғамбарлар әдеби жағынан өте дарынды болды. Солай ма? Иә, олар еврей тілінде эпикалық әңгімелерді және өте күрделі өлең жырларды шеберлікпен жаза білді. Олар метафораларды қолдану мен әңгімелеудің нағыз шеберлері болды. Құдайдың пайғамбарлары осының бәрін өлім, өмір және адамның арпалысы сияқты өмірдің ең күрделі сұрақтарын зерттеуде ұтымды пайдаланды. Сонымен, бұл кітапты жазуға көптеген әртүрлі туындыгерлер қатысқан. Иә, сонымен қатар бұл мәтіндер шамамен 1000 жыл бойында Израильдің Мысырдағы кезінен бастап, олардың патшалығы мен бірінші ғибадатханасының заманына дейінгі аралықта жазылып отырды. Бірақ кейінірек олардың елін бабылдықтар жаулап алып, халқын Бабылға айдап әкетті. Содан соң, өздерінің тарихының өте маңызды бір кезеңінде, халықтың көбі өз еліне қайта оралды. Олар екінші ғибадатхананы салып, өздері жөніндегі түсінікті өзгертіп бекітті. Сол заманнан бастап, яһудилердің киелі жазбалары киелі рухтың жетелеуімен жинақталып, қазіргі қалыпта сақтала бастады. Жақсы, яһудилердің киелі кітабы. Онда не бар? Ол қысқартылып еврейше Танах деп аталады. Т әрпі Тауратты білдіреді. Ол заң деп те аталады. Бұл 5 жазбадан тұратын Израильдің негізінің қаланғаны жөніндегі тарих. Н әрпі еврейше Невиим, яғни пайғамбарлар сөзінің қысқартылған түрі. Бұл бөлім Израильдің тарихын пайғамбарлардың көзқарасы тұрғысынан баяндайтын жазбалардан тұрады. Сосын кейінгі пайғамбарлардың жазбалары басталады. Х немесе К әрпі Кетубим, яғни жазбалар дегенді білдіреді. Бұл поэзиялық және даналық туралы жазбалардан әрі қосымша әңгімелерден тұратын жинақ. Яһуди халқы осы жазбалар арқылы Құдай өзінің халқына сөзін арнағанына сенгендіктен, киелі кітап Құдай сөзі деп те аталады. Осы екінші ғибадатхана заманының соңғы кезеңінде тағы басқа яһуди жазбалары пайда болды. Иә, бұл шынында әркелкі мәтіндер тобы. Бұлар да яһуди қауымдастықтарының көбінде жоғары бағаланған. Алайда, ежелгі заманнан бері осы жазбаларды яһудилердің киелі жазбаларының бір бөлігі ретінде санау керек пе, жоқ па деген сұрақ төңірегінде пікірталастар болған. Сонымен бұлар ұзақ уақыт бойында пайда болған көптеген әртүрлі жазбалар. Яһудилер олардың бәрін неге осылайша жинақтаған екен? Өйткені, бұл мәтіндердің бәрінде Құдай иенің осы адамдар арқылы қалай әрекет етіп, біздің дүниемізде жайлаған тәртіпсіздіктен тәртіп пен әдемілік шығаратыны туралы эпикалық әңгіме айтылады. Мұның барлығынан бір жаңа жетекші келіп, бүкіл жаратылысты жаңартады деген үміт халық арасында арта түсті. Ал Танахтың жазылу барысы соңына жетсе де, әлгі жетекші әлі келмеген еді. Сонда бұл киелі рухтың жетелеуімен шебер құрастырылған шығарма болғанмен аяқталмай қалған ба? Дәл солай. Алайда, содан бірнеше ғасыр өткен соң сахнаға Назареттік Иса деген яһуди пайғамбары шықты. Ол өзінің Танахтағы әңгімені жалғастырып жатқан жөнінде айтты. Иә, Мәсіх Иса көптеген керемет істер жасады. Сосын ол өлтірілді. Бірақ шәкірттері оның өлімнен тірілгені жайлы жариялады. Иә, олар бүлінген дүниені қалпына келтіретін, халық көптен бері күтіп жүрген жетекші Мәсіх Иса екені жайлы айтып жүрді. Сондықтан, оның елшілер деп аталған алғашқы шәкірттері Құдай рухының жетелеуімен Мәсіх Иса туралы әңгімені баяндап, жаңа әдеби шығармалар жазды. Елшілер соларды ізгі хабар яки қуанышты хабар деп атады. Мәсіх Иса бастаған қозғалыстың Израильден тыс жерлерге таралуын суреттейтін елшілердің істері деген баяндама да жазылды. Содан соң, елшілер дүние жүзінің түрлі жерлерінде пайда болған мәсіхшілік қауымдарға хаттар жазып тарата бастады. Олар сол жазбаларды киелі кітаптың бір бөлігі ретінде қарастырды ма? Иә, елшілер осының бәрін Танахта баяндалған үлкен әңгіменің орындалуы деп сипаттады. Осылайша, олар яһудилердің шебер жазу дәстүрін жалғастырды. Олар Құдай Израильдің киелі жазбаларымен қатар, осы жаңа жазбалар арқылы да өзінің халқына сөзін арнайтынына сенді. Демек, бұл көне келісім және жаңа келісім.
Ал алғашқы мәсіхшілер екінші ғибадатхана заманындағы басқа жазбалар жайлы не ойлады? Түрлі қауымдар сол жазбалардың бірнешеуі туралы түрлі пікірде болды. Бірақ олардың көбінің соларды оқып бағалағанын білеміз. Себебі оларды да яхуди киелі жазбалармен бірге келесі ұрпаққа жеткізіп отырған. Жақсы, сонымен бізде мыналар бар. Танах, яхуди киелі жазбалары, екінші ғибадатхана заманындағы басқа да шығармалар және елшілердің Мәсіх Иса жайлы жазбалары. Бұл әдебиеттер көп қой. Ал менің киелі кітабымда қайсылар бар? Соңғы 2000 жылдың ішінде Мәсіх Исаға сенушілердің қауымдары алуан түрлі қалыптарда дамып келді. Алғашқы қауымдар кезеңінде барлық мәсіхшілер Танақты және жаңа келісімді Құдай рухының жетелеуімен жазылған киелі кітап деп санаған. Ғасырлар бойы екінші ғибадатхана заманында пайда болған басқа жазбалардың көбі киелі кітаппен бірге оқылған. Католик қауымдары мұны соңында ресми бекітіп, осы жинақтың кейбір жазбаларын екінші канондық жазбалар деп атады. Ал кейбір православ қауымдары екінші ғибадатхана заманында жазылған одан да көбірек жазбаны қабылдады. Кейінірек 16 ғасырда реформация болған кезде протестант мәсіхшілер ежелде пайғамбарлар мен елшілер Құдайдың киелі рухының жетелеуімен жазған жазбаларға қайтуды жөн көріп, көне және жаңа келісімді ғана Құдайдың сөзі ретінде қабылдады. Жақсы, енді түсінген сияқтымын. Бірақ 1000 жыл бойы көптеген әртүрлі туындыгерлер арқылы жазылған жазбалар жинағында қалайша біртұтас әңгіме баяндалады? Иә, бұл сұраққа жауапты біз келесі видеодан іздейміз.